сіздермен бірге Сүйінбай мен Қатаған айтысы туралы сабақ өтетін боламыз. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын сіздерді біз екі топқа бөлінеміз. Сол үшін Жалын және Ақымбек сіздер бірінші, екіншіге саналасыздар. Бірінші топ мына жаққа, бір деген санды айтқанда, екі деген санды айтқанда мына топқа жайғасасыздар. Түсінікті ме? Бірінші. Жоқ, бір, екі, баста. Бір, екі, бір. Мұсабекпін сауы. Алтын сауы. Тақырыпты өттіңіздер. Өткен сабақта. Сүйінбай Аронұлы өттіңіздер. Сүйінбай Аронұлына қатысты сұрақтар берілген. Осы сұраққа сіздер жауап жазасыздар. Түсінікті ме? Өткен тақырыпты еске түсіру мақсатында қай топ бірінші болады және дұрыс жауап береді? Сол топты бәрімізге екі топқа да. Екі тағда Екі топқа да бажық салынады. Келесі ағарай. Сүйінбай Аронұлының туған жері мен жылы. Екі топтың да жауабы дұрыс. Мұражай қайда орналасқан? Келесі сұрақ, Сүйінбай кімнің ұстазы болған? Келесі, қыздық жолын қай жасынан бастаған? 13-15 жасынан бастаған. Дұрыс. Сіздерде мына бірінші топта бір сұрақтың жауабы болмады, ал екінші топта барлық сұрақтың жауабы түгел болды. Және бұл топ бірінші болғанда жылдамдықтарына беріледі. Демек, бұл сайыста кім жеңді? Екінші топ жеңді. Екінші топ жеңді. екі адам домбырамен айтысып отырады. Екі адам айтыстың түрлері бар, бірнеше түрлері бар. Оқиыншы, қандай түрлері бар екен? Енді осы Сүйінбай Аронұлы айтыскер ақын парағы деп аталады. Бұл бір топқа екі парақтан беріледі. Яғни осында сіздер кітаптан ақпаратты оқу арқылы бұны да қағаз бетіне түсіресіздер, ма? Мұндағы сұрақтар айтыстың өту себебі, жаңа Сүйінбай мен Қатағанның және Қатағанның кім екені, осы айтыс туралы өз білген ақпараттарды жазасыңдар, және де кімнің жеңгені туралы да ақпаратты бересіздер. Түсінікті ме? Жақсы. Бір топқа екі парақтан беріледі. Сіздер өзара бөлініп жасасаңыздар болады. Төрт топтен бөлсіңдер бар. Мен жалын етсем. Қыздарға бере салыңдар. Ерза жерге бар. Екеуің әңгімелерді күтеді ғой. Дұрыс қалды. Тыныш. Себебі ол тарихын тереңдігіне шешендігін білгісі келді. Дұрыс па жауап? Екінші топ жауап дұрыс па? Екінші топ сіздер қалай жауап бердіңдер? Қатаған кім? Тыныш. Сіздерде не бар? Жалын айта ғой. Қатаған бай даңқты адам, бір рудың даңқты адамы. Толық жауаптар. Ол қырғыздың ақыны, Қырғыздың ақыны. Жақсы, жауаптарыңыз дұрыс. Келесі сұрақты оқи ғой. Олар бір айтыс. Осы айтыс туралы олар бір-бірін сыйлап, бір-бірінің шешендігін көрсетті. Әдеби тұрғыда болды. Адамгершілік, әлеуметтік мәселелерді айтқан. Жақсы. Келесі екінші топ. Жоқ, бірінші сұрақ. Сол жаңа осы айтыс туралы өздеріңе не жазыңыздар? Осы айтыс туралы Сүйінбай әртүрлі халықтық қиындықтарын үндемсізбен және мәселемен атап Ол Сүйінбайдың сұрағына жауап бере алмай, сол жерде шатасып, не айтарын білмей сол жерде жеңілді. Солайша Сүйінбай өзінің шешендігімен, тапқырлығымен Қатағанның айтысы, Орнабай деген хан өз ас берген болады. Сол үшін оны айтыспен Ас бергенге
мереке жасаған, иә? Қолдары берілген. Бұл өлең жолдар кітаптан алынған, иә? Енді сіздерге тапсырма. Мұнда сіздер бірінші үзіндіні оқисыздар. Екінші үзінді арқылы ақынды тану, яғни бұл үзіндінің авторы кім екенін табасыздар. Және бұл арқылы бұл үзіндіден ақынның қандай адам екенін көріп тұрсыздар. Соны мұнда жазасыздар. Түсінікті ме? Екі топқа 5-5-тен 5 түрлі үзінді беріледі. Бұл топқа басқа үзінді, сіздерге басқа үзінді. Жаңағыда екі-екіден шығардық, бөліп бірлесіп орындайсыңдар. Екеуіне де осы екеуі. Қайтып жиынға ай. Жандыр, қандай кімнің несі? Қатағанның өлеңі Сүйінбайды сыйлауы. Барлығында бірдей емес, сіздерге бесеу, оларға бесеу. Қашырма төрем қаныңды, кіргізейін жаныңды, қатағаннан жеңілсем, талап алғым малымды. Сүйінбайдың өлеңі қатағаннан өзін ашуландырмауын сұрап тұр. Көптігінді айтайын. Жолыңды айтайын, менің атым қатаған астында 500 жылғы қатаған. Иә, оқы, кімнің сұрағы, кімнің несі? Айтсы? Қатағанға қарсыласып Жақсы. Келесі бұсабек тұр. мен әже қалақышым. Одан кімнің сұрағы несі бұл? қатаған жеңісі мен кешірімге мақта Сүйінбай айтқан. Қырғыз халқының ұрлықшы екенін өздерінің күндерінің ұрлық арқылы көріп тұрғанын және жайғанған. Автор Найманның нақтылап өз қуанышын білдіріп, өзі намысшыл екені көрініп тұр. Бұнда кімнің несі? Найман деп тұрған? Қатаған ба, Сүйінбай ма? Сүйінбай. Жақсы. Келесі. Ол жатқан көп қазақ, көп пенен жердің арасы көптің деген қазақтан қатағының жоқ санасы. Енді қасында не деп тұр? Кім бұның авторы? Сүйінбай айтқан бұл үзіндіде ол сөздің бәрі эпиксін деп олардың бізден адасқан бізге оларға қашып көшіп тұрады. Бұл жерде адамның миын шыдап тұрған немесе Тармақ қуат, бір жол қысқарып қалған. Соны кітаптан тауып, кім бірінші айтады, сол топқа ғана балл беріледі. Түсінікті ме? Басты табу керек. Кім табады, сол топқа ғана беріледі. Қай тобаларды көреміз? Бар, қазақтың ұлына онан асқан болмаған, даңқты батыр болмаған. Кітаптан алып бәрі. Тұлпар тапса талмаған. Тұлпар тапса талмаған, ары қарай? Бірінші топқа тұрмаған. Кеттік. Келесі. Есқожа деген батыр ел, көсе көктеген. Аяу оқи ғой. Есқожа деген батыр ел көсе көптеген, ақыл қазақ халқында оралған ерлік жетпеген. Жарайсыңдар, келесі. Одан бері ыстым бар. Сол ыстының ішінде Апай тапты бірінші. Наның бері ыстым бар, Алатаудың күштім бар. Келді, келесі. Қалайға жетейік. 12-да ұлы еді. Аха, қосылып. Ақ көбікті өлтірген қызына қарай орап батыр сандалы. Аха. Аңғара кеттік. Қазақ деген батыр ел. Қазақ деген батыр ел ешкімге намыс бермеген, онан әрі дуатты батырлары көп. Жақсы, жарайсыздар көмек. Келесі. Алтаталы албадым. Алтаталы албадым. Оның әрі суан. Аха. Оның аты? Оның әрі суан. Аха, жақсы. Келесі. Арғын деген жұртым бар, бұлай барсаң. Мына жерде қарап алды. Бұл жерде сіздер негізі үлгермей қалып оған Сүйінбайды мен Қатағанды салыстырасыздар, екі түрлі адамды
дұрыс сөйлем айта қойыңыздар. Мен сұрап тастаймын. Болдық па? Қорытындылаймыз ба? Кім қорытындылайды? Қатағанның екеуінің өте ұзақ айтысқаны және Сүйенбайдың өте көптеген жылдар дайындалып айтысқа өте көптеген жылдар дайындалғанын білдік және оның өте шешен тапқыр айлакер ақын екенін білдік. Жақсы, жарайсың. Сүйінбай Аронұлы туралы бүгін көп мәліметтер, ақпараттар білінген. Сүйінбай Аронұлы 13-15 жасынан бастап 30 жылға дейін астам өз жолын ақындығын жалғастырғанын біліп және қатаған қырғыз еліне келгенін айтысқа Сүйінбай Аронұлымен келгенін мен ғана түсіндім. Жақсы. 8 балл алдыңыздар, иә? Жоқ, бірақ оқушылар екінші топтан да өте жақсы қатысқан оқушылар бар, оларға өздеріне бөлек бағаланады. Бірінші топтан сабаққа мүлдем қатыспай отырғандар да бар. Адал достықты көрсетесің. Осы үшін мәтін нағыз достықты табуға көмек береді. Өзіңді қиындықта тастамайтын, жамандықта қасында табылатын және адал достықты табуға көмек беретін. Жақсы, ерат оқисың ба?